Сәлем студент, қалың қалай? Бүгінгі видеода мен саған бірінші ретті біртекті теңдеуді шығаруды түсіндіретін боламын. Анықтама: бірінші ретті біртекті дифференциал теңдеу деп осы түрде жазылған теңдеуді айтамыз. Сонымен қатар мына түрде де жазамыз. Яғни біз бұл жерде жаңа айнымалы беріп, бұл жерде айнымалысы ажыратылатын теңдеуге келтіреміз. Енді осыған мысалдар келтірейік. Ең бірінші мысал: x, y штрихтен y қосылған 2x. Бұл жерде теңдеуді екі жағында x-ға бөлеміз. Сонда y штрихтен y бөлінген x қосылған 2-ге. Осы жерден y бөлінген x-ті u-мен жаңа айнымалымен алмастырамын. Бұл жердегі u x-қа тәуелді функция. Енді y-тен болады ux-қа, y штрихтен болады u штрих x-қа қосылған u-ға деп аламын. Енді орындарына қоямын. Y штрихтің орнына u штрих x қосылған u-ды қоямын. Y бөлінген x-ның орнына u-ды жазамын. u қосылған 2. Екі жақтағы u жойылып, u штрих x тен 2-ге тең болады. u штрих дегеніміз du бөлінген dx көбейтілген x тен 2. Du-ды жалғыз қалдырып, x-тарды екінші жаққа көшіремін. 2 dx көшіріледі, x бөліміне бөлінеді. Екі жақтан интеграл табайық. Сонда du-ның интегралы u 2 ln x қосылған ln c. Мына жердегі 2 x-қа дәрежесіне жіберейік, қосылған ln c. Сонда u тең болады ln c x квадрат. u бізде y бөлінген x-ға тең, ln c x квадрат. Сонда біздің жауабымыз, бөлінген x-ті көбейтетін болсақ, x ln c x квадрат түріне енеді екен. Тағы да екінші есепті шығарайық. Бұл жерде анықтап қарайтын болсақ, жақшаны ашып алсақ болады. X квадрат y штрихтен x квадрат қосылған 2xy қосылған 4x квадрат. Енді барлығын алайық та, x квадрат y штрих, x квадрат пен 4x квадратты қосам 5x квадрат қосылған 2xy. Теңдеудің екі жағын x квадратқа бөліп жіберейік. Сонда y штрихтен 5 қосылған 2y бөлінген x қалады. Y бөлінген x-ті u деп белгілесем, y штрихті u штрих x қосылған u-мен алмастырамын. Сонда мына жерге u штрих x қосылған u тең 5 қосылған 2u деп жазамын. u штрих x тең 5 қосылған u болады. u штрих дегеніміз du-дің dx-қа қатынасы, көбейтілген x тұр, 5 қоссам u. x-тарды бір жаққа, u-ларды екінші жаққа жинаймын. du 5 қосылған u бөліміне келеді, тең болады dx бөлінген x. Екі жақтан интеграл табылатын болсам, ln 5 қосылған u тең ln x қосылған ln c. Сонда ln 5 қосылған u тең болады ln cx-қа. 5 қосылған u тең болады cx-қа. u тең cx минус 5-ке. u-дің орнына y бөлінген x-ті қоямын. Сонда y бөлінген x тең cx минус 5-ке, y тең cx квадрат минус 5x-ке болады екен. Тура осылай келесі үшінші есепті шығарайық. Үшінші есепті шығаратын болсақ, бірден жаңа айнымалы берейік. y бөлінген x u болса, y штрихім u штрих x қосылған u-ға тең. Сонда мына жақта u штрих x қосылған u тең түбір асты, бір азайтылған u квадрат қосылған u. u-лар жойылады, u штрих x тең 1 минус u-дің квадраты қалады. u штрих дегеніміз du-дің dx-қа қатынасы көбейтілген x тең түбір асты 1 минус u квадрат. du 1 минус u квадрат түбірімен мына жаққа көшіп келеді, тең dx бөлінген x-қа. Екі жағына интеграл табатын болсақ, arc синус u тең ln x-қа. Және тұрақтымыз ln c-ні ұмытпаймыз. Arc синус u тең ln cx-қа. Сонда синустың теңдеуі бойынша жазатын болсақ, синус, мынау бізде градус, мынау мәні, я? Сонда синус ln cx деген градуста бұрышта u-ға тең екен. Енді u-дің орнына y бөлінген x-ті қояйық. y бөлінген x тең синус ln cx. Мына жер жақша. y тең болады x синус ln cx-ға тең болады екен.
Тағы да осындай есептерді оңай жолмен шығарғың келсе, парақшаға тіркеліп, комментарий қалдырып қой.